қалың қалай? Сен тағы да бүгін менімен, миссис Альфиямен ағылшын сөйлесетін өтетін боласың. Окей? Ал ендеше бастайық. Өзіңнің кітабыңның 10-шы бетін аша қой. Please open your pupil's book, page 10. What can you see? I see many different of shapes. Triangle, rectangle, what kind of shapes? Do you know? Yes, circle and a square. Okay, good. In the first task, you have to use the code and color the picture. Яғни, бірінші тапсырмада сен кодты қолдана отырып, суретті салу керек. Бұл жерде код дегеніміз не? Яғни, мына түстерді, сен мына жердегі пойыздың суретін сен әдемілеп бояу керек. Бірақ әр түсті кез келген түске боя бере алмайсың сен бұл жерде. Өйткені бізде код бар. Ал кодты шешу үшін қара үстінде yellow, circle, red, rectangle, blue, triangle, and the green is square. Окей. Тапсырманы түсіндің бе? Қай жерде дөңгелек бар, яғни circle'лар, барлық жерін сарымен боямыз. Тіктұртбұрыштың барлығын біз қызылмен боямыз керек. Сол сияқты үшбұрышты, яғни triangle'ды blue and the square төртбұрышты біз жасылға бояуымыз керек, я? Тапсырма күшті, қызықты, әрі тез орындалады, я? I'll give you about 2 minutes. Мен саған 2 минут берем. Okay, my dear, please open your book at page 11. 11-ші бетті аша қой кітабыңның. And бұл жерде тапсырма. Look, read and complete. Listen and check. Қара деді суретке кітабыңа, сен өзіңнің кітабыңа қарай қой. Read, оқуың керексің, және аяқтауың керексің. Нені аяқтауың керексің? Қазір мен саған түсіндірем. Содан кейін барып тыңдада, қайтадан оны тексер дейді, я? Бұл жерде біз қарадық, міне look, read, оқуымыз керек, read, оқуымыз керек, я? Енді аяқтау үшін мына үстіңгі сөздерді білуіміз керек. Мысалға, көк жолақтың үстінде сөздер тұр, я? Біріншісі guitar. Guitar. Яғни гитара, яғни бұл аспаптың бір түрі. Екінші сөз бізде bike. Bike. Яғни бізде не? Велосипед. Содан кейінгі сөзіміз eight. Eight. Балақай қарашы, eight деген кезде көбілері оны eight деп оқып жатады, я? Өйткені үш әріпті қосып жіберуді білмейді. Есіңе сақтап ал, балақай. A, одан кейін G, H, T. Міне, мұна үш әріп бізде Т деген дыбысты ғана береді. Сондықтан да ол қиын сөз сияқты бір түрлі көрінгенмен, оқылуы өте қарапайым. Тек сен мұна үш әріп қосылғанда Т дыбысын беретін жаттап алсаң болғаны. Кез келген осындай G-H-T әрпі кезіккен сөзді көрсең, оны Т болып оқылатынын біліп отыратын боласың. Сонымен келесі сөз бізде eight. Eight. Eight дегеніміз сен білесің, ол санның бір түрі. Қанша? Я, 8. Одан кейінгі енді оңай сөз, сен оны білесің. Blue. Blue. Көк деген сөз. Соңғы. Так, одан кейінгі тұрған сөз ол бізде cap. 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 Бас киімнің бір түрі. Орысша кепка деп аталады. Қазақша күн қағар. Күн қағар. Келесі соңғы сөз music. Music. Артынан қайтала. Music. Музыка деген сөз. Барлығын жаттап алдым деген үміттемін. Жаттауымыз ештен кетпейді. Қазір бәрін орнына қойып отқанда тағы да бір қайталайсың. Енді бірге оқиық. Ал,
Кәне экранға осы біздің сұлтан туралы ақпаратты шығара қойыңыз. Менімен бірге оқып отыр. All about me. Мен туралы барлық нәрселерді айтамын. Jadi all about me. Ал кеттік оқиық. My name is Sultan. I am years old. Years old деген жастамын деген сөз. Қай сөзді қоямын? Мен гитара жастамын деп гитара деген сөзді қоя аламын ба? Гитар. Или немесе мен көк деген сөзді қоя аламын ба? Blue деген. Ол жасын айтып тұрса, қай сөзді қоюым керек? Әрине, yes, of course, 8. Жаңағы GHT мен оқылатын сөзіміз, я? 8. The next one, I'm from Astana. Мен Астанаданмын. Екіншісін оқиық. Жұлдызшаның ішіндегі. My favorite color is... Қандай түсті көріп тұрсың? Иә, көк түсті. Көк түсі ағылшынша. Жарайсың, good job. Blue, дұрыс айтасың, blue, you are right. Екіге blue деп жаза қой. Және үстіндегі blue'ды мінжеге көшіргеннен кейін, ол сөзді қолданғаныңды білдіру үшін үстінен сызып таста. Яғни сен оны екінші рет қайталап қолданбайсың өйткені. Үшіншісі, my favorite things. My favorite things. Менің сүйікті затым. Ол не? Ненің сөйлетіп тұр? My kite. Батпырауық айтып тұр. Және my велосипед ағылшынша. Кәне төбесінен тез-тез таба қой. Қай сөз? Yes, bike. Велосипед, bike. Одан кейін мына жағында төртіншісіне көшіп кетіппіз, я? Үшіншісі киімдерге қатысты келейік. I like wearing my blue trousers. Trousers деген сол шалбар. My blue trousers. Менің көк шалбарымды кигенді ұнатамын. Және my red what? What kind of clothes? Қандай киімдерді жақсы көремін? Күнғағар. Күнғағар ағылшынша. Cap. Я, орысша кепка деп айтасыздар ғой да. Кепка деген cap. Ұқсайды, я? Cap, kep. Cap, kep. Кепка. Одан кейінгі 6-шысын қарай қой. Жоқ, кешіріңіздер. 5-шысын қарай қой. I can. I can деген мен істей аламын немесе бір нәрсені істей аламын деген сөз. Мысалға, I can гитара тұрған жерді қарай қой кітабыңнан. I can play the guitar. Гитара деген сөзді қойымыз керек болатын біз мына жерде. Мен гитарада ойнай аламын. Яғни бір нәрсе істей алатыныңды білдіргің келсе, сен can'ді қолданасың. I can play guitar. Мен гитарада ойнай аламын. Сонымен қатар play football. Футбол ойнай аламын дейді. Say hello and goodbye in English. Ағылшынша say, яғни hello және goodbye'ды айта аламын дейді. Сонымен қатар ағылшынша да, қазақша да, орысша да айта аламын дейді. Very good. Сен де айта аласың, я? Сен де сұлтанның білетін заттарының барлығын білесің. И соңғысы бізде 6-шысы. My favorite subjects. Менің сүйікті сабағым дейді. Я? Art дегеніміз ол бейнелеу өнері сабағы. Және бізде қандай сабақ бар еді жоғарыда біздің тізімде? Музыка сабағы. Ағылшынша музыка. Music. Және дене шынықтыру сабағын жақсы көремін дейді, я? Окей. Сонымен балақай, бүгін біз сіздермен мынандай жаңа сөздерді өттік, я? Сен де өзің туралы осылай айтып бер. Тура осыны оқып, бірақ мына сұлтанның жасының орнына өзіңді жасың яғни санды қоя салсаң болғаны.
оның ұнататын ойыншықтардың орнына өзің ұнататын ойыншықтың атын қоя салсаң, өзің туралы барлық осындай кішігірім ақпарат айтып бере аласың. Ендеше біздің чатқа сен міндетті түрде өзіңнің видеоңды жібер маған, иә? Hello, my teacher. How are you? Дейді маған, иә? My name is мысалға Дәурен. I'm 7 years old. Мен 7 жастамын. I'm from Алматы или I'm from Атырау деген сияқты, иә? Одан кейін my favorite color is blue or purple. Yeah? My favorite things is, for example, train. Мүмкін сенің сүйікті ойыншығың ол пойыз шығар, машина шығар, car. Одан кейін сүйікті киіміңді айтсаң бол, осылай маған суретке, видеоға түсіріп, айтып сөйлеп жіберсең, мен сондай қатты қуанып қалар едім. Және де өзіңнің осы ағылшын тіліндегі сөйлеу дағдыңды машықтайтын боласың. Жарай ма? Өте қуаныштымын. Сенің қолыңнан келеді. I believe you. Мен саған сенем. Сонымен бүгінгі сабағымыз біздің аяқталды. Ендігі кезек үй жұмысы, home task. Окей, балақай, үй жұмысы міне саған. Activity бүгіннің 7-ші беті тұр, иә? 7-ші бетте кішкентай бала көптеген шарлар ұстапты. Түрлі түсті шар, оның түсінің барлығын сен білесің. Және сары шарда саған айтып тұр me, яғни мен деген сөз. Ол жерге сен өзіңнің атыңды жаз. Ағылшынша. Одан кейін жасылды қара. Жасыл шарда my family. Отбасында қандай отбасы мүшелері бар? Mommy, daddy, brother, sister, grandmother, grandfather, maybe. Окей, сол жерге соны жазамыз. Қызыл жүрекше болып тұрған шарға my favorite things. Менің сүйікті заттарым. Қандай сүйікті заттарым бар? Қандай мүмкін ойыншығың бар? Соны жазсаң болады. Одан кейін my favorite color, күлгін түсті. Шарда my favorite color ол сүйікті түсің. Сүйікті түсіңді сол шардың шарды бояп қойсаң болады. Немесе жазып қойсаң тіпті жақсы. Бояп, еще жазып. Және одан кейінгі фиолетовый дейді ғой, purple. Оған біз I like wearing деп тұр. Яғни бағана Сұлтан қандай киімдердің түрін айтты. Яғни trousers and cap. Ал сенің сүйікті киімің қандай? Соны жаза қой. Orange balloon, яғни қызғылт сары шарға біз my favorite subject. Менің сүйікті мектептегі пән. Қандай? Мүмкін ағылшын шығар. Ағылшын болса English деп жаз. Мүмкін басқа сабақ болса соның да атын жазып келсең болады. Және соңғысы көк шарда бізде I can play. Мен ойнай аламын. Не ойнай аласың? Қандай ойын ойнай аласың? Футбол ма, волейбол ма, maybe шахмат па? Яғни өзің туралы ақпаратты осы шарлар арқылы қысқа дыбысқа жеткізуге болады. Немесе мен айтқандай видеоға да түсіріп жіберді, иә? Екеуін де орындасаң тіпті сен вообще супер бала боласың. Окей, бүгінгі сабағымызды тағы да қайталап жіберсек қайтеді? Гитара артынан қайталап отыр. Одан кейін bike, велосипед, 8, 8, blue, көк, cap, күнқағар, music, музыка. Құттықтаймын, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Осы жаңа сөздерді жақсылап отырып жаттап ал. Одан қалса, үй жұмысын жақсылап отырып орындап, біздің чатқа жібере қой. Келесі сабақта кездескенше. See you in the next lesson. Goodbye.